нәпіл намаздардың, нәпіл құлшылықтардың тағы бір кереметі, парыздар бар ғой. Мынандай бір риуаят бар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан. Парыздар толықтырады, бір керемет. Сіздің нәпіл құлшылық, нәпіл намаздарыңыздың көп болуы, сіздің парыз намаздарының кемшілігін толтыруға себеп болады. Тирмизиде мынандай бір риуаят бар, имам Тирмизи келтірген мынандай бір риуаят бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қиямет күні болған кезде Алла тағала ең әуелі құлын намаздан есепке алады. Егер намазы дұрыс болса, онда ол құтылды, аңсаған мұратына жетті. Ал егер намазда кемшілік болатын болса, онда ол зиянға ұшырайды. Алла тағала құлының намазын көріп отырады дейді, мынау толық емес. Нәпіл бар ма, мынаны толықтырайық деп. Нәпіл оқыған нәрсесі бар ма деп айтады дейді. Сөйткен кезде не қылады дейді? Бар болса, әлгі не қылады дейді? Толықтырылады дейді. Ғалымдар айтады, хадистің шархында ғалымдар айтады хадистің түсініктемесінде. Негізінде парыз намаздың орнын сүннет намаз не қылмайды? Баспайды. Солай ғой. Парыз намаз ол кім парыз? Сүннет намаз ол сүннет деген сияқты. Ғалымдарымыз айтады, ол жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның меңзегені, жалпы Алланың әлгі меңзегені, ол парыздардағы кемшілігі болса. Парыз намаздарда не болады? Кемшіліктер болады. Мәселен қандай? Хушуғда. Хушуғ деген намазда тұрғанда Алланың ұлылығын сезіну. Бәрімізде бар ма бұл нәрсе? Қиындау нәрсе сол хушуғ деген. Егер сол намазда дейді, фарыз оқыған намазында хушуғ жоқ болатын болса, әлгі нәпіл намазда болса, соны әкеп мынаны орнына қояды. Ананы әкеп толықтырады. Мынау соның несі дейді? Нәпіл намаздардағын алып кеп орнын толықтырады. Демек, нәпіл намаз оқудың да несі бар? Пайдасы бар. Және пайдасы, керемет пайдасы бар. Және нәпіл намаздардың, нәпіл құлшылықтардың тағы бір кереметі, өткізіп алсаңыз қайтып жасауға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім түннен бір жасайтын бір құлшылығын, немесе хизбін оқып жүрген бір Құранын ұйықтап өткізіп алса, оянған кезде оны не қылсын? Оқысын. Ол оның несін толықтырады? Кешегідей толықтырса, қаза етіп оқыса. Түнде оқығандай не істейді оны? Түнде оқығандай сауабын алады деп айтқан. Яғни қаза етуге де не қыласыз? Қаза ете де аласыз.